36 сабақ бірлік клеткаларды пайдаланып ауданын табу. Бірінші есеп. Бір торкөздің өлшемі 1 см көбейтілген 1 см болатын торкөзді бетке сызылған фигураның ауданын табыңыз. Яғни мына тұрған фигураның ауданын табуымыз керек. Енді бұл берілген фигураның ауданын табу үшін біз бөліктеп анықтайтын боламыз. Яғни мына фигураның сыртынан төртбұрыш жүргізіп аламыз. Себебі бізде төртбұрыштың ауданын оқушылар біледі. Төртбұрыштың ауданын табу формуласын біледі. Енді бізде 1 см деп тұр. Өлшемі 1 см, демек бір клетканың ұзындығы 1 см-ге тең. Енін санайтын болсаңыздар, бізде ол 7 клеткаға тең. Ал ұзындығын санайтын болсақ, 21 клеткаға тең. Демек берілген төртбұрыштың ауданын табатын болсақ, 21-ді көбейтеміз 7-ге, яғни 147 см квадрат болады. Енді осыдан мынау боялмаған фигуралардың аудандарын азайтып отырамыз. Жоғарыда тұрған мына бірінші фигура деп қойық. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Клеткасын санайтын болсақ, ені 1, 2, 3, 4 клетка, ал ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клетка. Олай болатын болса 4-дегі 7-іңіз 28, ал бұл төртбұрыштың жартысы. Сол себептен бұл жердің ауданы 14 болады. Астыңғы тұрған тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табамыз. Ені 1, 2, 3, ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, жеті-жердегі үшіңіз 21. 21-ді 2-ге бөлетін болсаңыз 10,5. Яғни, мына жердің ауданы 10,5 болады екен. Келесі, мына жақта тұрған үшбұрышты бөліктеп алайық тағы да. Тікбұрышты үшбұрышқа біреу және төртбұрышқа біреу бөлік қылып аламыз. Енді мынау тұрған тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, ол жердің ауданы 16-ға тең болады. Ал мына кішкентай төртбұрыштың ауданы ені 1 см, ұзындығы 6 см олай болатын болса, бұл жердің ауданы 6 см болады. Астында тұрған кіші тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 9-ға тең. Ең соңғы, яғни оң жақта тұрған тең берлі үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Бұл жердің ауданы 3 см квадрат. Енді бізде боялмаған екі фигура қалды, сол екеуінің ауданын табамыз. Мына кішкентай ғана тұрған үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, бұл жердің ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, ал биіктігі 1. Олай болатын болса, alt жердегі біріңіз 6, 6-ны 2-ге бөлсеңіз 3. Демек, ауданы 3 деген сөз. Енді мына тұрған фигураны тағы да бірнеше бөлікке бөліп алайық. Тең берлі үшбұрышқа бөліп алдым. Олай болатын болса, 1, 2, 3, 4. Ал бұлай биіктігі 1. 4-дегі біріңіз 4. 2-ге бөлетін болсақ, 2 шығады екен. Енді мына жерден тағы да бұлай тікесінен бөліп алатын болсақ, бізде бір төртбұрыш және бір үшбұрыш қалады. Сол төртбұрыш пен үшбұрыштың ауданын табамыз. Төртбұрыштың ені 2 см, ұзындығы 1, 2, 3, 4 см. 4-дегі егіңіз 8. Демек, мына жердің ауданы 8 болады екен. Соңғы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табамыз. Ені 2 клетка, ұзындығы 1, 2, 3, 4 клетка. 4-дегі егіңіз 8, 12-ге бөлетін болсақ 4 шығады екен. Яғни осы сандардың бәрін қосып алайық. Яғни боялмаған фигураның ауданын табамыз. Олар 14, қосылған 10,5, қосылған 16, қосылған 3, қосылған 9, қосу 6, қосу тағы да бір үш бар екен мына жерде. Қосылған 8, 4 және 3. Яғни осылардың барлығын қосып анықтайтын боламыз. Енді қосайық. 14, қосылған 10,5, қосылған 16, қосылған 3, қосылған 9, қосылған 6, қосу 3, қосу 8, қосу 4 және 3. Осылай есептейтін болсақ, барлығы 76,5 см квадрат болады екен. 76,5. Енді сыртында тұрған төртбұрыштың ауданынан ішкі, яғни боялмаған фигураның ауданын алып тастаймыз. Сол кезде бізге қажетті аудан шығады. Яғни 147-ден азайтамыз 76,5-ті. 147-ден азайтамыз 76,7-ні, демек бізде 70,5 шығады.
70,5 шығады екен. Демек біздің ауданымыз 70,5-ке тең болады екен. Екінші есеп. Нүктелі қағаз бетіндегі шаршының ауданы 1 см квадрат болса, оң жақтағы фигураның ауданын табыңыз дейді. Яғни мына фигураның ауданын табуымыз керек. Демек, мына жердегі бір шаршының ауданы 1-ге тең болатын болса, менде қанша шаршы бар санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Демек, ауданын тауып жатырмыз. 19 қосылған. Мына бір тұрған тікбұрышты үшбұрыш, ол бір шаршының жартысы, яғни ол 0,5 қосылған. Мына жерде тұрған үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Биіктігі 1 клетка, ұзындығы 1, 2, 3 клетка. Демек, үш жердегі біріңіз 3, 2-ге бөлетін болсаңыз 1,5. Осы берілген өрнектерді қосып шығатын болсақ, 0,5-ке 1,5 қосамыз 2, 2-ге 19 қоссақ 21 сантиметр квадрат. Үшінші есеп. Пик формуласын қолданып, боялған фигураның ауданын табыңыз. Пик формуласы дегеніміз ол мына формула, яғни Ш дегеніміз бұл шетіндегі нүктелер саны, осыны бөлеміз 2-ке, қосылған дегеніміз ол ішкі нүктелер саны. Олай болатын болса, аудан тең, шетіндегі нүктелердің санын санаймыз, олар 1, 2, 3, 4. Яғни 4 бөлінген 2, қосылған ішкі нүктелердің санап шығамыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ішкі нүктелер саны 9, осыдан азайтамыз 1-ді. 4 2-ге бөлетін болсақ 2, қосылған 9, азайтылған 1. Яғни 11, 11-ден 1-ді алатын болсақ 10 қалады екен. Ауданы 10 см квадратқа тең. Бір төркөздің өлшемі 1 см болатын төркөзді бетке сызылған боялған фигураның ауданын табыңыз дейді. Мына көкпен боялған фигураның ауданын табаймыз. Пик формуласымен анықтасақ тиімді болатын шығар. Шетіндегі нүктелердің санын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек 8-ді бөлеміз 2-ке. Азайтамыз ішкі нүктелердің саны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Азайтамыз 9-ды. Қосамыз 9-ды, азайтамыз 1-ді. Тең. 8-ді 2-ке бөлеміз. 4, 4 қосылған 9, азайтылған 1. Яғни 13, 13-тен 1-ді алсақ 12 см квадрат шығады. Сол жақтағы фигураның ауданы 12 см квадрат. Енді оң жақтағы фигураның ауданын табайық. Оң жақтағы фигураны бізде өзіміз дайынға бөліктеп қойыптық. Тек қана мына жерін тағы да бір бөлікке жазсақ болды. Демек, 2-де 2 болатын болса, бұл жеріміз ауданы 4, 4 2-ке бөлеміз 2 шығады. Мына өзі 2 клеткадан құралған, сондықтан ол жер 2-ке тең. 2 клетка болатын болса, 2 жердегіміз 4, ал үшбұрыштың ауданын табу үшін 2-ке бөлеміз, яғни 2 шығады екен. Мына жерде 2 болады екен. Олай болатын болса, ең соңғы үшбұрыш қалды. Ол 2-де 1. 2 жердегі біріңіз 2, 2-ке бөлетін болсақ 1 см квадрат шығады. Осы берілген жеке-жеке табылған аудандарды бір-біріне қосатын болсақ, жалпы фигураның ауданы шығады. Яғни 2 қосылған 2 қосылған 2, және 1 2 бар, және 1 1-ге тең бар екен. 4, 6, 8, наменен 9. Олай болатын болса, жауабы 9 см квадрат.